Ал енді осында жиналған көрермен, мынау жанкүйерлер, бірінші мен жалпы байқауға шолу жасап кетейін деп тұрмын. Бізде бірінші кезеңде мен қазақтың қызымын таныстыру болды. Енді өздеріңіз де байқап отырған шығарсыздар, көпшілігі бір таныстыру қайталанды. Дайын алынған таныстырулар, оның бәрі ескерілу керек, оны ескермесек болмайды. Осының ішінде мен Арыстанбек Айтолқынды атап өткім келеді. Айтолқында өзінің жазғаны көрініп тұр. Ал енді кейбіреулерінде мүлдем ұйқас жоқ, олардың бәрі ескерілді. Сонан кейін барып Медина өзін жақсы таныстырды. Яғни ол өзінің жаңағы әкесі, жеті атасы дегеніміз бар, соның барлығын атап тұрып таныстырды. Яғни өзінің сөзі Айтолқын бар. Ал енді Медина да жақсы таныстырды өзін. Сонан кейін Нұрсаяға тоқталғым келеді. Қара сөзбен таныстырды, бірақ жақсы. Өзінің алдына қойған мақсаттарын айтып, жақсы таныстырды. Бұл ерекше таныстыру болды. Осы балалар ерекшеленді. Онан кейін екінші кезең өнерлі өрге жүзер дегенде бізде өлең оқыды. Өлең оқығанда енді бұл енді бірінші рет өтіп отырғаннан кейін ұйымдастырып отырған кісілерге ескерту, кішкене мәнерлеп оқу сол жағынан кішкене не кетіп жатыр. Сонысы ескерді, бірақ жаман бал алған жоқ, ешқайсысы жақсы бал алды. Биге келеміз. Биде бізде қыздардың өнері ұмтылып тұрғаны талпынысы бар. Биді де кішкене реттеуіміз керек. Сонан кейін енді бидегі ақыр айтқаннан кейін айта кетейін, қимылдарында жаңағы әнмен келмейтін жерлері бар. Сонан кейін биде үш қыз билері ма, төрт қыз билері ма, бәрінде пауза. Биде ешқашан пауза болмау керек. Қобалжуда болып жатқан шығар. Айтып отырмын, бірінші рет болып тұрғаннан кейін осылар айтылғанда дұрыс, сахнада ата-ана отыр, осы жерде аналар да отырған шығар, осының бәрі ескеріледі деген ойдамын. Сонан кейін білгенге маржан деген сұрақ жауап, қыздар жақсы дайындалған. Білгенге маржан сұрақ жауаппен ненің ауысып кетті ғой. Қолөнерді жақсы орындапты, кәдімгідей еңбектері бар. Сонан кейін біз аналармен бірге орындаған, аналардың шынымен жанкүйер болғаны көрініп тұр. Сол себепті бұл жерде бәріне 10 деген бал қойды қыздарға. Қыздардың да сондай өнерлі аналардан үйренетіні көп екендігі көрініп тұр. Онан кейінгі білгенге маржан деген сұрақ, бір-екі қыз жауап бере алмай қалды, олардың балы төмен болды. Әрине өздеріңізде осы жерде көріп отырсыздар. Ал қалғандары жауап бергеніне қарай бағаланды. Бұл жерде ұйымдастырушылар өте жақсы біздің қазақ халқының әдет, ғұрып, салт дәстүрлерінен сұрақтар алған екен. Бізде бұл жерде маған кім ұнады, жаңағы Нұрсая еді, тоқтамай бірденнен түсіндіріп айтып кеткен оқушы сол болды. Жоқ, кім екен? Айтолқын екен. Сыбаға дегеніміз не дегенді бірденнен айтып кетті. Яғни жалпы көрініп тұр, мен аттарын атаған қыздар жүлдегер қыздар болып тұр. Осы бойынша біз енді қазір бұл қыздарды марапаттаймыз. Бірінші бізде мадақтама номинациядан бастаймыз. Мадақтама Асыл Ару қыздар клубының ұйымдастыруымен өткен Асыл Ару 2025 байқауында өз бойындағы сұлулықты, білімділікті, өнер мен инноваторлықты жарасымды ұштастыра біліп белсене қатысқан үшін ең шебер ару номинациясына ие болған Қалимжан Аяужан марапатталады. Бұл жерде мынау жаңағы айтылып, білімділік, өнер, инабаттылық деген барлығында жазылған, себебі бәрінің бойында білімділік, инабаттылық, өнер ұштасып жатыр. Тағы да тура осы тақырыпта ең шығармашыл ару номинациясына ие болған Жұмадин Гулирано. Тура осы тақырыпта жазылған ең әдемі ару номинациясына ие болған Ешмұхаммед Нұрсая. Шынымен дәл
тура осы тақырыпта ең өнерлі қыз номинациясымен Бақытжан Жансұлу. Тура осы тақырыпта ең көркем ару номинациясына ие болған Қуанышбаева Назерке. Тура осы тақырыпта ең зерек ару номинациясына ие болған Құрбанова Медина. Мадақтама. Асыл ару қыздар клубының ұйымдастыруымен өткен Асыл ару 2025 байқауына белсене қарсы өз бойындағы сұлулықты, білімділікті, өнер мен инабаттылықты, жарасымды ұштастыра білгені үшін үшінші орынға ие болған Хамитова Шұғыла марапатталады. Мама, сахнаға шығып мама ұстап отырайын. 4 адам қалды мама. Екінші орын иегері Қуанышбаева Айтұмар марапатталады. Мама, 2 орын, 2 ғана. Біреуі бас жүлде, біреуі бірінші орын. Бірінші орын иегері Андрей Энжу марапатталады. Енді бізде бас жүлде бар. Бас жүлде иегері Арыстанбек Айтолқын. Коронаны не деп